Ассалаумағалейкум достар. Жаңа ғана Азат Мақсумның жекпе-жегі аяқталды. Мен өзімнің үйреншікті студиямда емеспін үйдегі. Дәл қазір онымен қатар Алматыда Октагон 74 турнирі аяқталды. Сол турнирді аяқтап барып, міне қазір жекпе-жекті қарадым. Тікелей эфирде емес, результатты, нәтижені біле отыра қарадым. Сондықтан қазір сол жекпе-жекті қорытындылап көрейік. Бірінші болжам барысында айтқан болатын, төрешілердің шешімімен сонда бір батыл болжам жасап көрейін деп, бұл жол шынымен де менің болжам шамамен дәл түсті деп айтуға да толық құқым бар шығар. Бастамас бұрын менің арнама жазылып отырыңыздар, одан бөлек өзімнің Инстаграм, Телеграм парақшаларыма шақырам. Ол жаққа да жазылып отырыңыздар, ол жақта да ММА жалпы жекпе-жек жайлы анда-санда біраз хабар жазып тұрамын, хабар таратып тұрамын. Жекпе-жекті қорытындылайтын келетін болсақ, тіркейік факт ретінде, Азат Мақсум ұтылды. Бір төреші 29-28, екі төреші 30-27, яғни бір төреші 2-1, екі төреші 3-0 деген есеп беріп отыр. Міне осы екі төрешіге бірден сұрақ туындайды. Айналайындар-ау, сіздер қайда қарап отырсыздар? Сіздер дәл осы жекпе-жекті қарадыңыздар ма? Өйткені үшінші раунд бойынша сұрақ жоқ. Үшінші раундты бір төреші дұрыс бағалап отыр. Кем дегенде үшінші раунд. Қазір алғашқы екі раундқа келеміз. Үшінші раундты шешіп алайық бірінші. Бұл жерде таза үшінші раунд екенін барлығы мойындап отыр. Барлығы мойындап отыр, бірақ екі төреші үшінші раундты дым жасай алмаған, Тагир дым жасай алмаған раундты Азатқа беріп отыр. Бұл жерде күмән жоқ. Басым көпшілігі де сарапшылардың мойындап отыр. Енді алғашқы екі раундқа келетін болсақ, біз кем дегенде бір раундты шынымен де Азат алды деп айта аламыз. Алғашқы екі раундты Тагир шынымен де алды деп толықтай келісе аламыз ба? Міне мәселе қайда жатыр? Менің ойымша толықтай бірінші раундты, әсіресе бірінші раундты, екінші раундты да мысалы Тагир 100% алды деп айтуға болмайды. Сондықтан төрешілердің шешімі бұл жерде таң қалдырып отыр. Менің ойымша бұл жерде кем дегенде тең деген нәтиже тіркелу керек. Жалпы Азат қарсыласынан ешқандай бір кем болған жоқ. Сосын енді бұл жерде конспирологияда жасағым келмейді бір жағынан, бірақ олимпиадалық спорт түрлерінде де бұл өте сезілетін дүние, бұл авторитет. Өкінішке қарай Азаттың артында авторитет жоқ, Тагирдің артында авторитет бар. Өздеріңіз түсініп отырсыздар, Хабиб, Ислам бар, менеджмент әлде қайда бәлкім ықпалды шығар, ондай фактор да бар. Мен қазір нені айтып отырмын, ол былай болмайды. Мысалы сіздер конспирология жасамайық, ол келіп төрешілерді сатып алып, біздің жігітке бер демейді, олай емес. Ол жердегі функционер барлығы оң көзбен қарайды. Өйткені бұл мысалы Хабиб бұл ММА-дің аңызы, былайша айтқанда жеңілмей кеткен чемпион болған. Ислам Махачев қазір pound for pound нөмір бірінші. Әрине ол ондай адамдарға функционерлер болсын, төрешілер болсын, UFC-дің қызметкерлері болсын, олар оң көзбен қарайды. Және бұл жерде объективті болу өте қиын. Осындай сәттерде кішкене бүйрегі тартып кетуі мүмкін сол жаққа. Ондай факторлар біресе, мысалы Австралияға бара алмай қалған кезде, Хабиб, Ислам Волкановскиймен бірінші төйлескен кезде Хабиб барған жоқ ол жекпе-жекке, және оның нәтижесін көріңіздер. Яғни бұл жерде Хабибтің біріншіден ықпалы, екіншіден аурасы бар. Ондай нәрселер әсіресе бұндай жекпе-жекте де қатты әсер ететін. Енді мысалы прелимде екінші жекпе-жекте жүрген, Тагир бұрыннан келе жатқан, былайша айтқанда бауыры ғой өзінің. Бірақ қалай дегенмен сондай жекпе-жекке Ислам екеуінің баруы бұл жай ғана секундант болу емес. Бұл шынымен де жан-жақты бір қолдау жасау. Бұл да төрешілерге қатты әсер ететін фактор менің ойымша. Сондықтан да тіпті бір бұрмалап жүріп демесек те 30-да 27 деген енді сұмдық. Бұндай есепті қойған төрешілер менің ойымша ұялу керек. Жалпы жекпе-жек келетін болсақ, өте сапалы жекпе-жек. Мені таңғалдырғаны бұл Азаттың толықтай күреске тойтарыс беруі. Керісінше бізде Азат жақсы күресетін болып шықты ғой, Тагирдің қасында. Енді кем дегенде тейкдаун бар, біз бұл жекпе-жекте қатты грэпплинг көрген жоқпыз. Мен өзім қағазға әдейі бір тезисіне кейбір нәрселер жазып отырмын, яғни тұрып берді, ал Тагирдің күресі өтпеді, былайша айтқанда бірнеше рет тейкдаун жасауға тырысты, бірақ бірде тейкдаун жасалмады. Тейкдаун бойынша есеп 3-0. Елестетіп көріңіз. Негізі 4-0 деуге болады, үшінші раундтың соңында Гонгпен бірге де біз бір тейкдаун көрдік. Жалпы енді қазір жекпе-жекті қорытындылап отырсақ, яғни мен өзімді айтатын болсам, менің ойымша бұл жекпе-жекте Азат жеңімпаз. Бірінші
үшінші раундты беруге болады. Екінші раундтың өзінде ұрлап алды деп айтуға болады. Раундты ұрлап алу деген жақсы сөз бар жекпе-жек түрлерінде. Яғни тіпті 1 мен 3-ті жарайды Тагир алды дегеннің өзінде сондай бір моменттерді білдіру жері отырды Азат. Сондай бір айқын басымдық берген жоқ. Статистикада тең келіп отыр, байқасаңыздар. Ондай фактор бар. Келесі, үшінші раундты сенімді деп айттық. Одан бөлек, сосын мысалы 2 раундты неге төрешілер Тагирге берді деген кезде маған мынада ой келеді. Соққылары Тагирдің шыны керек кейбір сәттерде қатты бір эффектіні көрінді. Яғни бас бүйтіп артқа шығып кетіп жатқан бірнеше соққы болды. Ол факт, оң қолмен сырттан деген сияқты ондай моменттер болды. Күрес өтпесе де 1-2 ауыр соққы жасады. Сосын Азат қатты қорықпаса да кішкене күрестен сақтанғандықтан толықтай ашыла алмай жатты. Яғни көп бата алмай қарсыласына жүріп қалып жатты. Ашық ұрыстарда мысалы кем болған жоқ. Сосын бұл жерде менің ойымша тәжірибенің аздығы өте маңызды рөл ойнайды. Өйткені мысалы жоқ жерден Азаттың өзінің әй-шәй жоқ аяққа өтіп кеткен сәттерін көрген боласыздар. Үшінші раундта ондай болды. Бұл андай негізінен тығырыққа тірелгенде жасайтын дүниелер. Енді тактикалық тұрғыдан ойласаң, нең бар аяққа өтіп? Ол күресетін жігіт екенін білесің ғой, аяққа өтіріп ештеңе жарта алмадың деген сияқты. Ол кезде ол адамның тәжірибесінің аздығынан, енді Тагирге қараған және ондай жағдайда болмағандығынан стрессовый жағдайда сондай бір күнделікті бір жекпе-жектерінде тренировкасында жасамайтын дүниені жасап кететін кездер болады. Менің ойымша осындай бір фактор қатты ойнады. Өйткені Тагир дегеніміз қалай дегенмен Азат үшін карьерасындағы ең мықты қарсылас осы уақытқа дейін, одан кейін ғана Тайсонды қоюға болатын шығар. Ал енді қорытындылай келетін болсақ, факт ретінде тіркейміз деп айттық. Жеңіліс қазіргі таңда 1-2 Азаттың рекорды, бірақ қандай жігіттерге қарсы? Бұл Тайсонның жақсы білеміз. Чарльз Джонсон Азаттан кейін Уинстрик 5-ке дейін кетті. Қазір барып ол топқа кірді, одан кейін барып топ 15-ке. Содан кейін барып Рамазанбек Теміров көтілді. Енді Тагир Уланбеков. Яғни шынымен де UFC-де қарсыластары осал болған жоқ. Тайсонның да Азатқа ұтылардың алдында топ 15-те болған жігіттердің бір айтпақшы. Оппозиция шынымен де жақсы. Өте сапалы оппозицияға ұтылып отыр. Ендігі қадам қандай болады? 3 жекпе-жек өтті, контракт бойынша 1 айқас бар. UFC әрине менің ойымша әлі Азатты шығармайды. Соңғы мүмкіншілігін береді. Өйткені қалай дегенмен шұғыл арада шықты, жақсы жекпе-жек көрсете алды, оппозицияны да ескеру керек деген сияқты, және жекпе-жектің қорытындысы да біраз дау тудырып отыр. Бұл жерде бірінші видеода болжам барысында да айтқан болатын, бұл үлкен тәуекел. Тәуекел ақталғанда Азат топ 15-тен бірақ шығар еді, бірақ бұл жолы өкінішке қарай тәуекел ақталмады. Енді қайрадан барып кезектің соңына тұрып, қайрадан бұл жолға түсу керек. Келесі жекпе-жекте ұтылуға болмайды. Егер келесі жекпе-жекте ұтылса, онда шынымен де Азат UFC-мен қош айтысады деген сөз. Өйткені жеңілісі жеңісінен көп. Ондай мысалдар көп. Диар Нұрғожайдың соңғы қарсыласы мысалы, UFC-де 1-2 болып келе жатып, Диарды әдемі ұтты да, ары қарай пролонгация, яғни келесі контракт алып алды. Азаттың қолынан келеді ол әрине, енді бірақ бұл жолы келесі жолы қатты бір тәуекелдің қажеті жоқ. Одан кейін бұндай жекпе-жектер шынымен де өте пайдалы. Өйткені Азат топ 15-тегі жігіттермен терезесі тең төбелесе алатынын өз көзімен көрді, өз қолымен ұстап көрді, былайша айтқанда көзі жетті. Қазір бұл болғанның барлығын қорытады. Оған қоса Данеш Дүнгенбаев бапкер ретінде бізге мысалы атақты Хабибтің командасына қарсы тәп-тәуір жігіттерді дайындай алатынын көрсетті. Бекзат та оған дейін Омарға қарсы тәп-тәуір жекпе-жек өткізді. Азат қазір менің ойымша ұтып алды бұл жекпе-жекте. Бұл да өте маңызды фактор. Бапкердің де өсіп өнуі, жетілу, ары қарай деген сияқты өзінің қателіктерін түзете білу. Жалпы бұл жекпе-жектен осындай бір шығаратын қорытындылар көп. Ендігі келесі қадам тек қана қандай жекпе-жек болады, Азат ол жекпе-жекті қалай ұтады деген сөз. Егер ұтып UFC-де қалып жатса, бұндай айқастан кейін менің ойымша Азат енді ғана ашылатын адам. Өйткені мысалы біз Асумен салыстыратын болсақ, Шафкатпен салыстыратын болсақ, бұл жігіттер толық бір шыңдалып, жетіліп барып UFC-ге келген адамдар. Ал Азат шикілеу келді UFC-ге. Сондықтан бұл жігітке
былай осы в процессе үйрену керек, в процессе жетілу керек. Түсіндіңіздер ме? Сол себепті кішкене жолы қиын болып отыр. Менің ойым осы. Қорытындылай келетін болсақ, Азат бұл жекпе-жекте ұтылған жоқ, кем дегенде ұтпаса да ұтылған жоқ. Менің көргенім сол. Өздеріңіз өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Хабибтің эффектісі бұл жерде болды ма деген сөз. Жалпы бұл жекпе-жекте қандай болжам жасадыңыздар, және нәтиже қандай болды, ойларыңыз келді ме? Және Азатқа ең бастысы, Азатқа деген көзқарастарыңыз осы жекпе-жектен кейін өзгерді ме жоқ па? Өйткені андай кішкене негатив комментарий жазып жатқандар да болды, ойбай ананың астында тапталып жатады, ойбай Азатта шанс жоқ деген сияқты. Енді Азат сіздерге бәлкім басқа қырынан көрінген болар. Сол жағында жаза отырыңыздар. Осымен қорытындылаймыз. Комментарийге қош келдіңіздер. Сіздермен бірге болған Исатай Мадиев.